Құрметті көрермен, өткен сабақта біз сіздермен бірге Google форма арқылы тест және сауалнама жасауды үйрендік. Ол жердегі әртүрлі сұрақтардың әрқайсысына тоқталып, олардың ерекшеліктерін қарастырған болатынбыз. Ал бүгін мен сізге дайын Microsoft Word форматындағы тестті Google формаға салып, ол жердегі нәтижелерді Microsoft Excel форматында жүктеп алуды үйретемін. Ең бастысы бұл жердегі бағалау. Яғни мен сізге автоматты бағалау мен бал қоюды көрсетемін. Біріншіден Google дисктен жаңа форманы ашамыз. Дайын Word форматындағы тестті ашып, ішіндегі барлық сұрақтар мен жауаптарды Google формаға көшіреміз. Жауаптың тек біреуі дұрыс болғандықтан тиісті сұрақтың түрін таңдаймыз. Мысал ретінде Қазақстан тарихынан бізде 5 сұрақ. Әрбір сұрақтың 5 жауабы бар, және оның тек біреуі дұрыс. Мінекей, барлық сұрақтар мен жауаптар осымен көшірілді. Енді оларға міндетті түрде жауап алу үшін астыңғы оң жақта орналасқан батырманы оңға қарай жылжытып қоямыз. Егер тестке қатысушы бір сұрақты толтырмай кетсе, онда ол тестті толықтай аяқтай алмайды. Яғни Google форма толтырылмаған сұраққа жауап бер деп сұрайды. Енді тестті автоматты бағалау мен бал қоюды қарастырайық. Тестіміз дайын болған соң жоғары оң жақта орналасқан баптауларға кіріп, оның ішінде тест бетіне өтеміз. Бұл жерде автоматты бағалау және бал қою функциясын іске қосамыз. Бұл арқылы тест толтырған адам тест соңында өз жинаған балын не бағасын көре алады. Сонымен қатар ол дұрыс жауап берген сұрағын, қате жауап берген сұрағын және жинаған балын көре алады. Немесе көре алмайтындай етіп қоюға болады. Таңдау өзіңізде. Енді әрбір сұраққа барып, дұрыс жауаптарды белгілеп, оларға берілетін бал санын анықтау керек. Ол үшін сұрақтың астыңғы сол жағында орналасқан жауаптар батырмасын басамыз. Бал санын қоямыз, дұрыс жауапты белгілейміз. Ең бастысы өзгерістерді сақтау үшін дайын батырмасын басуды ұмытпаңыз. Осы процесті барлық сұрақтар үшін қайталаймыз. Тест дайын болған соң білім алушы ретінде оны толтырып көрейік. Айтпақшы, тестті бір адам тек бір рет қана толтыра алатындай етіп жасауға болады.
Ол үшін жоғарыдағы баптауларға барып, тиісті белгішені қою арқылы реттеуге болады. Енді тестті толтыруға оралайық. Ол үшін көздің суреті бар батырманы басып, тестке өтеміз. Қазақстан тарихы бойынша тесттің сұрақтарына жауап беруім керек. Мысал ретінде соңғы 5-ші сұрақта қате жіберіп, нәтижесі қалай болатынын көрейік. Тестті аяқтадық. Енді нәтижесін көру мақсатында алған бағамызды білейік. Өзіңіз көріп отырғандай, дұрыс жауаптар жасылмен, ал соңғы қате жауап қызылмен боялып, дұрыс жауап көрсетілді. Кей жағдайда білім алушылар бір-бірімен хабарласып, тесттің қай жауабы дұрыс, қайсысы қате екенін біліп қою мүмкін. Дәл осы жағдайда олардың тек қана балл санын көре алатындай қылып қалай істеуге болады? Мен сіздерге оны қазір көрсетемін. Тест бөліміне өтіп, дұрыс және қате жауаптарды көрсетуді алып, тек балл санын қалтырамыз. Нәтижесі қалай болғанын көру үшін тестті тағы бір толтырып көрейік. Міне, өзіңіз байқағандай, тест соңында тек жинаған балл саны ғана көрінеді. Енді сізбен бірге тестке сурет пен видео енгізіп көрейік. Ол үшін оң жақ бағаннан суреттің белгішесін таңдап басамыз. Суретті қоюдың екі жолы бар. Біріншісінде біз ашылған мәзір арқылы іздеу батырмасын басып, компьютердегі суретті таңдаймыз. Ал екінші түрі, сурет орналасқан папканы ашып, суретті белгілеп, сүйретіп апара салу. Екі нұсқасы да жеңіл. Қайсысын қолданамын десеңіз де өз еркіңіз. Енді видеоматериалды қалай жүктейміз? Ол үшін жаңағы бағанға барып, тиісті белгішені басамыз. Ашылған мәзірден YouTube не басқа ресурста орналасқан видеоның сілтемесін көшіріп қоямыз. Таңдаған видеоны тестке кіргіземіз. Енді сурет пен видеоны тест толтыру арқылы көрейік. Сәлем достар, қазір ревью арнасына қош келдіңіздер. Біз өзіміздің кезекті бейнеролигімізді ұсынамыз. Яғни қазір мен сіздерге Мінекей, сіз өз көзіңізбен тест толтырушы адам ретінде нәтижені қарай алдыңыз. Ал смартфон арқылы тест тапсырғанда қалай болады? Оны қазір көрсетемін. Сәлем достар, қазір ревью арнасына қош келдіңіздер. Біз өзіміздің кезекті бейнеролигімізді ұсынамыз. Яғни қазір мен сіздерге смартфон жадысын қалай босатуға болатынын көрсетемін. Біз сізбен қазір негізгі мәселе, нақтырақ айтқанда тест тапсырған адамдардың жауаптарын дайын Microsoft Excel түрінде қалай алуға болатынына келдік. Тест нәтижелерін көру үшін жоғарыдағы жауаптар деген батырмаға басайық. Содан кейін кесте белгішесіне басып, кестеге ат қойып,
Google дисктің негізгі бетінде жаңа Google кесте түрінде сақтаймыз. Google дисктің негізгі бетінде аталған тест пайда болған соң үстіне 2 рет басып ашамыз. Әрі қарай оп-оңай Microsoft Excel форматында компьютер не смартфонымызға жүктеп аламыз. Сонымен, біз бүгін сіздермен бірге Google формада тест жасап, автоматты бағалау мен бал қоюды үйрендік. Сонымен қатар, дайын Microsoft Excel форматында нәтижелерін жүктеуді қарастырдық. Бұл бейнеролик сізге пайдалы болды деген сенімдемін. Келесі кездескенше.